ақш астанасындағы Джордж Вашингтон университетінің қасынан өтіп келе жатып, ақштың визасы біз үшін $250 қымбаттайтын есіме түсіп отыр. Қалай неге 1 минутта түсіндіріп көрейік. Жақында президент Дональд Трамп One Big Beautiful Bill атты бюджеттік заң жобасын қабылдаған еді. Соның аясында Америкаға виза саяхаттай алатын 42 елден басқа барлық елдің азаматтары студенттік, туристік, алмасу бағдарламалары немесе уақытша жұмыс визаларына өтініші қабылданса, $250 төлейтін болып бекітілді. Яғни визаңыз консулдық бөлімде басылып шыққан соң осындай қаражат төлейсіз. Егер ақшта жүргенде виза талаптарын бұзбасаңыз, визаңыз аяқталғанға дейін еліңізге қайтсаңыз, заңсыз жұмыс істемесеңіз, бұл ақша қайтарылады. Мұндай бастама алғаш рет іске асқалы жатқандықтан, қаражатыңыздың нақты қалай қайтарылатыны әзірге беймәлім, бірақ бұл төлем ақштың көші-қон жүйесін қадағалауға байланысты шығындарды жабуға көмектеседі дегенмен, туризм мен студенттердің келуін төмендетеді деген сында айтылды. Қалай қарайсыз? Расымен де $250 қалтаға салмақ сала ма, әлде көші-қонға байланысты шығындарды азайта ма?